Таяуда мен SEO Sprint деп аталатын сервис туралы бір видео түсірген болатынмын. Өйткені бұл сервиспен ешқандай ақша салмастан тіркеліп, бірден жұмыс істеп, табыс тауып кетуге болады. Әрине көп табыс емес алғашқы кездерде. Сіз егерде жақсылап үйреніп, меңгеріп алсаңыз, бұл сервиспен өте жақсы табыс табуға болады. Ешқандай тәуекелсіз, ешқандай ақша салмастан, бәрі тегін, бірден кіресіз, тіркелесіз, бірден жұмыс істеп кетуге болады. Содан болар маған хабарласып, осы сервиске тіркеліп жатқан адамдар өте көп. Өкінішке орай көпшілігі жаңағы қалай тіркелу керек екенін білмейді, қалай жұмыс істеу керек екенін білмейді. Көп сұрақтар беріп жатыр. Соған орай осы видеоны әдейі түсіріп отырмын. Жан-жақты түсіндіріп айтып кетейін деп. Осы видеоның астында тіркелу сілтемесі бар. Сол сілтемені басқан кезде, ссылканы басқан кезде осындай бет ашылады. Мынау SEO Sprint сервисінің басты беті, сайттың басты беті. Сонда жоғары жақта мына YT деген жасыл жазу бар, және создать аккаунт деген көк жазу бар, екі түрлі жазу болады. Сіз тіркелу үшін мынау создать аккаунт дегенді басасыз. Былай басқан кезде мынадай бет ашылды. Мынада мынадай жазу тұру керек: ваш личный куратор. Мынада менің есімім тұр, колхоз деген мысалы. Мына жерде мінекей добро пожаловать дейді, как вас зовут дейді. Мына жерге өзіңіздің есіміңізді қоясыз, жоғары жақтағы терезеге. Астындағы терезеге өзіңіздің email поштаңызды, электронды поштаңызды жазасыз. Содан кейін мынау я принимаю правила сервиса деген жерге мынандай басасыз. Басқан кезде мынадай қызыл квадрат шығады. Сосын мына жерде сұрақтар болады әртүрлі. Найди кота дейді. Немесе жаңағы найди машины деген сияқты бір не болады. Тағы да сондай сұрақтар болады. Сол сұраққа байланысты мына жерде найди кота деген жазу тұр. Мына мысықтың суреттерін біз басамыз. Мысықтың мына 3 түрлі суреті бар екен. Осыны бастық, сарғайып өзі сары квадрат шығады. Сосын продолжить дегенді бассақ тіркелеміз біз. Тіркелген болып саналамыз. Содан кейін электронды поштамызға хат келеді. Сол хаттағы ссылканы басып жаңағы активтендіреміз кабинетімізді, өзіміздің аккаунтымызды. Хатпен бірге бізге пароль келеді. Пароль береді. Сол парольмен біз жаңағы өзіміздің аккаунтымызға кіреміз. Мен қазір қалай кіреді, соны көрсетейін сіздерге. YT дегенді басты мінекей. Мына жерде сақталып қойған менің электронды поштам мінекей жоғары жақта тұр, және паролім сақталып қойған. Рогатая скотина дейді. Мына жерде жазып отыр. Найти код дегенді оған мынада енді рогатая скотина дейді. Сиыр ғой. Ірі қара мал, сиыр. Мына екі сиырдың суреті бар екен, соны бастық. Енді YT дегенді басамыз. Қазір біз өзіміздің кабинетімізге кіреміз. Мынау менің кабинетім. Кабинетке кіргеннен кейін сіздің ең бірінші шаруаңыз мына жерде мой профиль деген жазу болады. Сол жақта соны басып, мына жерде толтыруыңыз керек болады. Мына жерде енді сіздің ваш ID дейді. ID сізге беріледі, толып тұрады. Мына жерде мысалы жазып отырады, мына жерде электронды поштаңыз жазып тұрады. Мына жерге өзіңіздің телефоныңызды қоюыңыз керек болады. Есіміңізді жазасыз. Сөйтіп сохранить изменения дегенді басып өзіңіздің туралы мәліметтерді толықтырасыз көшірмен. Содан кейін екінші бір істейтін шаруаңыз мына жерде мой баланс деген жазу болады. Сізде 0 деген жазу тұрады. Мына жерде менде 105.56 деп тұр. Соны бассаңыз мынадай астына жазулар шықты. Сол жазулардың астында платежные данные деген жазу бар. Соны басу керек болады. Мынадай бет ашылды. Осы бетте сіз өзіңізге қолайлы мына сервис ұсынып отыр көптеген электронды кошелектарды, соның ішінен өзіңізге қолайлыны таңдап аласыз. Мен мысалы екі түрлі кошелек таңдап алдым: WebMoney, рублевый WebMoney және Kiwi кошелек. Kiwi кошелек бізде көп қолданылады. Kiwi кошелекті ашып алу өте оңай. Менің арнайы видеом бар, Kiwi кошелекті қалай ашып алып пайдалануға болатыны туралы. Білмесеңіз, соны пайдалануыңызға болады. Өйткені осы кошелекті тіркеп байлап қойғаннан кейін сіз тапқан ақшаңызды осы кошелек арқылы шығарып алып кетуіңізге болады. Бұнда тапқан ақшаңызды бірден шығарып алып кетуіңізге болады. Мүмкіндік бар, ешқандай да шектеу жоқ бұнда. Мысалы, қанша рубль таптыңыз, 10 рубль таптыңыз ба, 5 рубль таптыңыз ба, 100 рубль таптыңыз ба, бірден шығарып алып кетуіңізге болады. Сөйтіп сохранить изменения дегенді басып, мына жерде менің екі кошелек тұр менде байлап қойған. Содан кейін сіздің тағы бір істейтін басты шаруаңыз мына жерде рефераль деген жазу бар. Соны басып промо материал деген бар мына жерде.
астына шығады. Промо материал дегенді басасыз. Мынадай бет ашылды. Осы бетте мына жоғары жақта мінекей сілтеме тұр. Бұл сіздің сілтемеңіз, рефералдық сілтемеңіз. Осылай қарайтып аласыз осылай. Сөйтіп мынау мишканың оң жағын басып копировать етесіз. Копировать етіп бір бетке сақтап қоясыз. Мынадай бетті ашсаңыз, мысалы, осы бетке ашып, мысалы, сақтап қойдыңыз мінекей. Міне сақталды уже. Менде SEO Sprinttің беті, мынау арнайы беті, соны сақтап қойдық мінекей. Осы жұмыстарды бітіргеннен кейін сіз жұмыс істеуіңізге болады бірден. Мынада заработок деген бар, бассаңыз, мынадай бет ашылды. Бірден ақша табуыңызға болады. Бұлай мысалы осы бет ашылды, мінекей мынау сайттар, серфингте барлар. Мынаны бассаңыз, мінекей приступить к просмотру дегенді басасыз, мысалы. Мынадай беті ашылды, мінекей сөйтіп, мынау астында қарасаңыз жасыл таймер дейді, жылжып бара жатыр. Сол жылжып толған кезде сіз сайтты қараған болып саналасыз, сізге ақша түседі. Сіздің есепшотыңызға ақша түседі. Міне бітті. Енді мына жазуды басыңыз. Замечательно, нажмите здесь. Мінекей. Отличный просмотр, защита дейді. Енді сайтты жауып тастауыңызға болады, сіз ақша таптыңыз дейді. Астындағы мынау сайттарды осылай қарап шығасыз. Содан кейін мына жерде задание деген бар, астында задание өте көп. Сол заданияларды орындау арқылы сіз жақсы табыс табуыңызға болады. Мінекей 4 рубль, 320, 1-11, 15 рубль қойыпты. Выполнить задание Telegram бот дейді. 18 рубль, 1 рубль, 5 рубль. Енді 1, 2, 3 рубльден әрбір тапсырма. Сол тапсырмаларды орындасаңыз, сізге ақша мына жерге түсіп отыр. Ал енді тапсырманы қалай орындайды? Бұны көп адамдар қиындық көріп, жаңа тапсырмаларда түсініксіз болып жатады. Түсінбей сұрақ беріп жатады бізге. Маған өзі көп хабарласып жатады. Әрине алғашқы кезде қиындау болады, бірақ үйреніп кету қиын емес онша. Ол үшін былай жасаңыз мінекей. Мына жерде мінекей мынадай бетті аштыңыз. Бұл мен Mozilla деп аталатын браузермен кірдім. Сіз Google-мен кіруіңізге болады. Мына жерде мінекей іздеу терезесі тұр. Осыған сіз былай деп жазыңыз. Мысалы, как выполнить задание SEO Sprint. Енді мынау стрелканы басыңыз. Міне қаптап шықты мінекей. Мына жерде мінекей 4000 видео шықты. Былай бассаңыз мінекей видеолар шықты мінекей. Осы видеоларға қарасаңыз көрсетеді өзі. Қадамдап түсіндіреді. Қалай тапсырманы қалай орындауға болады. Мысалы, мына біреуді бастық. Мінекей SEO Sprint дейді. Қалай тапсырманы орындауға болады. Мінекей мына біреуді басыңыз демесе. Міне көрдіңіз. Осындай бәрін түсіндіріп береді. Бәрін түсіндіріп айтып береді. Осы арқылы сіз тапсырмаларды қалай орындау керектігін түсініп алуыңызға болады. Барлық қыр-сырын меңгеріп алуыңызға болады. Бәрі бар. SEO Sprint 10 жылдан астам жұмыс істеп өте сенімді сервис. Сондықтан бұдан сіз ешқандай ақшамыздан айырылып қаламыз, алдап кетеді деген қауіп жоқ бұл жерде. Сіз кез келген адам ашықтауына болады. Енді мен сіздерге осы ақшаны қалай шығарып әкетеді, соны мен кішкене көрсетейін. Мына жерде менде 105-63 рубль баланста тұр екен. Мына жерде бассам, мінекей пополнить баланс, вывод средства деген тұр. Вывод средства дегенді мен қазір басам былай. Мына жерде мінекей ұсынып отыр сервис, WebMoney кошелек, Kiwi кошелек. Мен Kiwi кошелекті басам, Kiwi кошелек арқылы шығарып әкету маған тиімді. Мінекей 105 вывод средства. Мынада 105, мына жерде мен сомасын жазуым керек екен алдымен. Сомасын жазу керек екен. Мен 105-тің бәрін шығарып әкетпеймін. Маған 50 рубльді шығарып әкетсем, маған жетіп жатыр. Сондықтан мен мынаған 50 деп жазамын мінекей. Сөйтіп Kiwi кошелек деп жазамын мына жерде. Мінекей 50 рубль ұстап қалады, 49-50 аламын мысалы. Мына жерге мен принимаю условия деп галочка қоямын. Сөйтіп продолжить дегенді басам. Мысалы мен қазір қалай шығарып әкетеді, мен сіздерге көрсетіп жатырмын. Оплата ордеру произведена дейді. Некоторые платежи могут проходить с небольшой задержкой. Мінекей уже мен ақшамды алдым. Мына жерде көрдіңіздер, 105-тің орнына 55-63 деп жазылып тұр. Мен айтқанда ақша бірден менің кошелегіме кетті. Осылайша сіз ешқандай қиындықсыз
бірден тапқан ақшаңызды шығарып әкете аласыз. Ал Kiwi кошелектен ақшаны өзіңіздің карточкаңызға аударуыңызға оп-оңай болады. Ол туралы менің видео сабағым бар, арнайы түсірген. Kiwi кошелектен қалай ақша шығарып алуға болады, қалай тіркелуге болады, қалай жұмыс істеуге болады туралы сіз оны интернеттен табуыңызға болады. Осылайша мінекей SEO Sprint арқылы ақша табуға болады жақсы, және оны ақшаңызды оп-оңай шығарып алып кетуіңізге болады. Ең басты табыс көзі бұнда жоғарыда айтқанымыздай тапсырмаларды орындау. Ең алдымен тапсырмаларды орындау. Тапсырмаларды қалай орындау керектігін мен жаңа айтып түсіндірдім сіздерге. Тапсырмаларды орындаудың туралы қадамдап түсіндірген видео сабақтары өте көп, бәрі орыс тілінде негізінен. Соларды қарап түсіруге болады. Жаңа тапсырмаларды орындауды меңгеріп алуға болады. Бұны сіз меңгеріп алсаңыз, бұндай букс деп аталатын сайттар орыс тілінде өте көп, ағылшын тіліндік сайттар да бар. Солардың бір 10 шақтысына тіркеліп алсаңыз, сіз күніне 1 сағат, 2 сағат, 1-2 сағат жұмыс істеп жақсы табыс табуыңызға болады. Шын айту керек. Бұл осыны табыс табудың негізгі күнкөрістің көзін айналдырған адамдарды білемін. Виталий Скрипник деген бір мықты интернет бизнесмен бар, осымен айналысады. Осы көптеген видео сабақтары бар. Ол 50-ге тарта түрлі сайттарға, осындай бокстерге тіркеліп жұмыс істейді. Өте көп ақша табады. Өте көп рефералдар шақырған. Негізі реферал шақыру керек. Реферал шақырсаңыз, сіз солардың жаңағы өсімін алып отырасыз. Мен реферал туралы мен сіздерге қазір жеке түсіндіріп айтып кетейін. Мінекей центр управления дегенде басайын. Менде 77 реферал бар екен. Бір айға жетпейтін уақыттың ішінде менде 77 реферал келді маған. Мен қазір сіздерге көрсетейін өзімнің рефералдарымды. Мінекей тіркелген мынау қанша адам. Не заходил деген мынау қап-қызыл жазулар тұр. Бүгін тіркелген адамдар тіпті кірмеген бұлар. Өйткені қалай кіру керек екенде көп адамдар білмейді, өкінішке орай. Мына біреу жақсы ақша тауып жатыр екен, Ерлан деген жігіт, стажер болған, бірден 0.08. Маған 10%-ін, рефералдың тапқан ақшасының 10%-ін түсіріп отырады. Маған беріп отырады. 2 уровень жұмыс істейді бұнда. Сондықтан мен өзімнің шақырған адамдарымның қанша ақша тауып жатқанын мына жерден көріп отыруыма болады. Осындай рефералдарды тапсаңыздар, осы арқылы сіздер рефералдарыңыз арқылы жақсы табыс табуыңызға болады. Ал рефералды қалай шақыру керек, мен сіздерге қазір оның туралы да кішкене түсіндіріп беріп кетейін. Мына жерде мінекей менің осы SEO Sprint арқылы ақша табуға арнап жасаған бір беттік сайт, мини сайт, лендинг деп аталады немесе. Мына жерде мінекей SEO Sprint арқылы қалай ақша табуға болады, бұның артықшылықтары мінекей бәрі жазылған. Мына сілтеме арқылы тіркелуге болады. Мына жерде сілтеме тұр мінекей. Түсінбеген сауалдарыңыз болса, мынаған хабарласыңыз, электронды пошта, менің телефоным тұр. Мына жерде видео сабақтар тұр, мысалы, екеуі жұмыс істейді. Мінекей қазақ тілінде екі видеода жұмыс істейді. Осы SEO Sprint туралы жазылған, осында барлығы айтылады. Бәрі бар. Кішкентай ғана бір беттік сайт. Астында мінекей адамдардың осы SEO Sprint туралы ақша табуға бола ма, қалай сенімді ма, сенімсіз ба, сол туралы жазған пікірлері. Осы бетті кіріп көрген адам 10 адамның сеніммен айта аламын, кем дегенде 7-еуі тіркеліп ақша табуға ниет етеді. 7-еуі, 10 адамның 7-еуі. Маған мен жаңағы келіп жатқан адамдардың ешқайсысын танымаймын. Бәрі интернет арқылы келіп жатыр. Жаңа 77 адам бір айға жетпейтін уақытта күн сайын 2 адам, 3 адам, 4 адам, 5 адам тіркеліп жатыр менің жаңа рефералдық сілтемелерім арқылы. Сізге қалғаны мына жердегі мінекей жоғарыда осы сайттың сілтемесін былай көшіріп алып, соны жаңағы әлеуметтік желілер арқылы тарату ғана керек болады. Таратсаңыз, сол арқылы адамдарды шақыруға болады. Мына жерге мысалы мен жұмыс істейтін, жақсы жұмыс істейтін мысалы өзімнің шақырған рефералдарымның белсенді жұмыс істеп жатқан, мысалы Ерлан дейді. Ерлан дегенде белсенді кішкене жұмыс істеп жатыр екен. Бірақ бұл аздау. 10 рубль тапқан мысалы. 10 рубль тапса мысалы, сол адамдарға мен осындай сайтты тегін жасап бере аламын. Тегін жасап, мына жерге оның ссылкасын салып қоямын, рефералдық ссылкасын. Мына жерге өзінің электронды поштасын, телефонын жазып қоясың.
Сөйтіп осындай видеолар салынған дайын сайт, соны сайт арқылы сіз жаңағы интернет арқылы адамдарды шақырып рефералдарды тартуыңызға болады. Мен сізге көмегім болады, бұл тегін жасап беремін. Яғни айтқанда активті белсенді жұмыс істеп жатқан өзімнің рефералдарыма. Осы SEO Sprint туралы толық ақпаратты мынау видеоның астындағы сілтеме арқылы сайтқа кіріп алуларыңызға болады. Тіркелу сілтемесі де осы видеоның астында.